Баршаларыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін үй жағдайында восточный пирог пісіретін боламыз. Ең алдымен бізге сары майымызды саламыз. Сары майымызға қантымызды саламыз. Енді шанышқының көмегімен майларымызды осылай жасаймыз. Енді дайын болған массамызға бір жұмыртқа қосып араластырып шығамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осыны холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Енді изюмімізді осындай қамырға салып шығамыз. Содан кейін үгітілген жаңғағымызды дәл осылай изюм сияқты салып шығамыз. Енді осы массамызға сгущенкамызды құйып шығамыз және 180 градуста 20-25 минутқа қойып шығамыз. Барлықтарыңызға ас болсын және маған тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен болған Толғанай.